Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Германиялық ғалымдар тобы коронавирустың зертханадан шыққаны туралы дәлелдер тапқанын мәлімдеді. Басқа молекулярлық дәлелдермен біріктіре отырып, біздің нәтижелеріміз бұл вирустың 99,9% табиғи вирустың жасанды көшірмесі екенін көрсетеді, деді иммунология зерттеушісі Валентин Брюйтель. Ғалымдар осылайша вирустың зертханада шыққаны туралы дәлелдер тапқанын мәлімдеді. Зерттеушілер SARS-CoV-2 геномында қайталанбас үлгі түріндегі саусақ ізінің түрін тапты. Брюйтель синтетикалық вирустарды жасайтын зертханалар алдымен ДНК-ның жеке блоктарынан геномды жинақтайтынын айтты. Сондықтан жиі қолданылатын блоктар сипаттамалық үлгіні жасайды. Алдын ала нәтижелер табиғи эволюцияның мұндай заңдылықтарды кездейсоқ жасаған ықтималдылығы 100-ден 1 жағдайда кездеспейтінін көрсетті. Зерттеу SARS-CoV-2 ақырында жаһандық пандемия тудырған зертханалық апаттың нәтижесінде Уханда шығарылған болуы мүмкін деген гипотезаны жасауға мүмкіндік береді.